Армысыздар, құрметті тыңдарман, эфирде Дара тұлға бағдарламасы. Бүгінгі біздің кезекті қонағымыз актриса Әйгерім Сәменова Уалжанова. Неге екі бірдей фамилия, қазір өзі қысқаша таныстыра кетеді. Ендеше эфирімізді бастайық. Айка Дейверин өзіңді еркелеп, Айка, осыдан бір қателеспесем 6-7 жыл бұрын осы радиоға келген болатынсың. Ол кезде біздің радиомыз анау Бесағаш жақта орналасқан. Қазір енді барлығы шетінен подкаст түсіріп, сұхбат алып сөйтіп жатыр ғой. Енді Дара тұлға бағдарламасы болғандықтан өзіңді бүгінгі студиямыздың осы Дара тұлға бағдарламасының қонағы ретінде сыйлап өзіңді шақырып отырған жайым бар. Енді Айка, өнер деген өзі бір адамды сондай желпіндіретін, сондай адамға күш беретін, көңіліңді бір көтеретін қасиетті саланың бірі ғой, жалпы өнер деген, Енді соңғы осы жаңалықтармен бөліссең, білем, Күләш Байсейітовада осындай үлкен, ұлы әншіміздің рөлін сомдадың, қазір оған да біраздан кейін қысқаша тоқталамыз. Жалпы осы өнерде қандай жаңалықтар болып жатыр, соңғы жаңалықтармен бөліссең, қандай сериалдарға түсіп жатсың, қай сериалдар көңілінен шығып жатыр? Енді биылға ондай план жоқ, әзірге енді кинолар деген кастинг болады, кастингтан өту керек, содан кейін шақырту аласың. Обычно киноның уақыты өзі көктем, жаз, күз айлары, бірақ биыл бірде бір кастингқа қатысқан жоқпын, ешқайда шақырту алған жоқпын, әзірше осындай жағдай. Бірақ былтыр осы маусым айларында Құдаша қыз атты сериалға түскен болады. Главный героиняның туған әпкесі. Самал, кейіпкерімнің аты Самал. Қордай жақта түсірілді, 5-ші студия түсірді, оның продюсері Толқын Садыкова. Негізі сол кісі көп мені шақырады киноларына. Бірақ енді рөлдерім бәрі ауылдың әдемі, мынандай биязы, келіннің рөлі. Ол кісіде мен 3 сериалға түстім, үшеуі де сол келіннің рөлінен шыға алмай қалдым, солай болып жүрмін. Енді былтыр сол түскен кезде 1,5 ай түстік, 36 серия болды. Кәдімгідей ұзақ серия. Ұзақ сериал. Қазан айында былтыр көрерменге жол тартты. Қазақстан телеарнасынан көрсетті. Содан кейін сериал біткенмен менде подписчиктер көбейе бастады да, Инстаграмда. Негізі у меня Инстаграм мертвый. Көп оны бір шабытым келгенде ғана жүргізем, немесе бір әдемі, жақсы бір жерлерде, отырыстарда болсам салам. По настроению ғой, особенно бүйтіп жүргізбейтін. Бірақ сол сериал шыққаннан кейін менде где-то бір өтірік айтпасам, ол кезде 2700 ма подписчик, қазір 3000-нан асады. Көбісі дайректке жаза бастады. Тиктогыңыз бар ма, анауыңыз бар ма? Ой, Самал әпке, қандай кереметсіз, андай мындай. Әдемі енді тілектер. В основном енді кішкентай балалар, қыздар жазды, өйткені мен сомдаған рөлде, мен отбасым бар, күйеуім бар, кішкентай қызым бар. Аружанды сомдаған Гүлсім деген қыз, ол көп сериалдарға түсіп жүр. Енді в детском возрасте она очень известна в Казахстане. Поэтому, я думаю, и подписчики, как бы маленькие детки, на меня подписались и начали мне писать. Содан кейін үлкен қызым бар, 14 жастағы, соған айттым, аял, мана тиктогын білмеймін, түсінбеймін, давай маған тикток аш, салайық бүкіл кадрларды сериалдан, неден, өйткені подписчиктер көбейіп жатыр, бәрі сұрап жатыр парақшамды деп. Сөйтіп тикток желісінен парақша аштым, ол жерде қазір, кажется, 2000 жуық жаңағы подписчиктерім бар, бірақ оның әлі тілін дұрыс білмеймін. Тоже по настроению. Жүргізген кезде жүргізем, жүргізбейтін кезде жүргізбеймін. Сондай жағдай болды. Жалпы енді біраз сериалдарға түстің ғой, осы Толқын ханыммен бірге жұмыс істеу қаншалықты саған үлкен бір тәжірибе алып келді? Қаншалықты саған әсер етті? Негізі былай айта кетейін, былай қарап отырсам, сериалдарда өте жақсы ғой шығарып отырған. Продюсерлік қызметін атқармай ма ол кісі, қателеспесем, Енді ол кісімен, мен негізі кино әлеміне 2013 жылы келдім. Аяқ асты, ойламаған жерден, орысша айтқанда, даже мечтать об этом не могла, да. Во сне даже не снилось дегендей. Енді мен 2009 жылы тұрмыс құрдым.
Оған дейін мен Жүргенов академиясын 2008-де бітірдім, 2009-да тұрмысқа шықтым. Оның алдында сіздермен бірге Ақсарай театрында, Болат Атабаевтың театрында жұмыс жасадық қой бірге. Содан кейін тұрмысқа шыққаннан кейін балалы болып 2 жыл декретте отырып қалдым. Сол декретте отырып жүргенде маған өзіміздің Самал звондамай, Айка Баян Есентаева жаңа кастинг жүргізіп жатыр, «Осторожно, корова» на сериал, давай, короче, приди деп. Сол барам кастингқа, жаңағы мен түсіреді, бүйтеді, өтпеймін мен. В общем, Мөлдір Әуелбекова өтеді ғой, жаңа «Коктейль для звезды» түсіреді. Бірақ у них, оказывается, там в системе, ну, остаются фотографии, вот эти наши анкеты. Базада қалдым, я. Содан кейін, получается, 2013 жылы көктем айы ма, жазда ма, маған хабарласады сол Баян Есентаеваның студиясынан. Осындай жаңа келіп кетіңіз, бізде кастинг жүріп жатыр. Сөйтіп бармайын ба мен? Ол кісінің өзі хабарласады. Жоқ, өзі емес енді. Ол кезде Меруерт жаңа кастинг директорлары хабарласады. Сөйтіп біздің көп қыздар Ақсарайдан барды ғой, Гүлдария барды. Сөйтіп біз жаңа өтеміз, содан кейін «Осторожно, корова» сериалында түсеміз. Массовкада жүрміз ғой, енді в кино деген еще понятия даже такого нету. Ну, массовкада жүрміз әйтеуір. Содан кейін жаңа визажистар бояйды ғой, біз нетіп, жаңа орамалымды тағып, шашымды жөндеп. Сонда главная героиня Баян Есентаева, ну, қазір Баян Алагузова, ол кісі отырда маған қарай береді. Мен ойлап қалдым, что так она нравится? Ну, наверное, я такая красивая. Я же знаю, но она женщина красивая, сама любит красоту. Сөйтіп енді маған сол үшін қарап жатқан шығар, әйтпесе не үшін қарайды деп. Сосын ана жаңағы Толқын деген қыз визажист айтады, они следующий сериал хотят снимать про Күләш Байсейітову и хотят тебя попробовать на эту роль. Вот, и говорит, она это сен туралы, ну, сұрап жатыр, нетіп жатыр. Мә, қойшы дегенсің ғой. Да нет, какой там, я не смогу деп. Главная роль, тем более Күләш Байсейітова, қалай ол, жоқ, мен нетпеймін деп. Таң қалып. Содан кейін я кастинг директор 2-ші ма 3-ші күні Мереша келеді. Съемкада жүрміз ғой, «Осторожно, корова». Айгерім, вот так, мы хотим тебя попробовать. В общем, уже там кастинг 2 месяца идет, актрису не могут найти. Сен өлең айтасың, ну, тем более у меня у самой голос кларатурная сопрано, мен негізі сол қазақ вальс сондайларды айтып өскен балам ғой, мен әжем сөйтіп үйреткен кішкентай кезімнен. И да деп, ну, не знаю деймін ғой, енді уверенность деген жоқ, декреттен енді шығып жатқан кезім, үйде баламен отырып қалғам, сондай бір неуверенный в себе деген сияқты. Содан кейін жарайды енді бір подружкама звондаймын, Мадина деген жан подружкам бар, өзіміз бір ауылдың қызымыз, 5-ші сыныптан бірге интернатта өстік. Сол қыз осы тоже Алматыда. Ол кезде жаңағы медицинскийде оқып жүр, студент болып. Соған звондамайын ба? Мадина айтады, Айгерім, сен Алматыға не үшін келдің? Сен баяғы кішкентай кезінен соны армандадың ғой, артист болам, жұлдыз болам деп, саған Құдай өзі беріп жатыр мынандай возможность. Давай, иди, пробуй, ничего не бойся деп мені баяғы мотивация береді да. Ну, содан кейін я думаю, ну, жарайды, көрейінші барып, не болса да сол болады деп. Сөйтіп кастингке барам, жаңағы меня тоже макияж жасайды, шашымды жинайды, чисто Күләштің образына дайындайды да. Сөйтіп жаңа видеопроба жасайды, текст береді. И что-то мен бүйтіп жылайтын текст болды да, терезеге қарадым да, бір көз алдыма жаңа әжем елестеді да. И жаңағы все у меня получилось. Текстімде, сөзімде, жасымда. Мереша айтады, вау, супер, Айка, все типа супер получилось. Я даже не думала, что настолько это может выйти. И все забыла, и говорю, жарайды, все хорошо, давайте. Ну, внутри какой-то есть такой, ой, өтпеймін ғой мен, куда там мне, Күләш где, я где деген сияқты сондай бір талай қыздар жүр, мысалға, мен уже өнерден алыстап қалдым, үйде отырмын. И 3-4 күннен кейін звондады маған, хабарласты, как раз жолда мен бір жаққа бара жатқам. Айтады, Мереша айтады, Айгерім, хабарға неттік, хабар тебя утвердил, в общем, съемки начнутся 5 ноября. Давай, короче, готовиться, худей. В общем, будешь играть деп. Саған енді үйдегілерге қалай айтам? Күйеуім деген мүлдем бөлек қой өнерден. Оны вообще түсінбейді ол. Екеуміз жаспыз. Кезде менің жасым 28-де. Енді қалай айтам, не болады енді? Үйге кеп, әйтеуір. Қалай айтам дегенде бұрын соңды қалай жіберіп жүрді? «Осторожно, корова» деген сияқты сериалдар. Ну, енді «Осторожно, корова» это же в Алмате было. И там у нас съемочных дней мало было.
Ну, он как-то тогда нормально. Ну, хотя тоже там были истории. Әйтеуір, үйтіп, қырылысып, бүйтіп қашып кететін. Потому что мен всегда баламен үйде отырғанда телевизордан сокурсниктарымды біреуді көрсем, жаңа передача ма, жаңа концерт па, жылап отыратын олар деген, ан жақта сахнада мен деген үйде күйеуге тиіп отырым деп. Почему, Айгерім, сен осы Алматыға жұлдыз болуға жаңағы сондай арманмен келдің ғой, енді міне сен жаңа семьялы болып үйде отырсың деп өзімді ішімнен жейтім. Жаңағы анандай еще не бар ғой, қалай айтсам, сен айтқандай қасиет па, өнер ма, оны мен желпіндіріп тұр ғой сені. Сөйтіп мені прям отырғызбай бір орында. Содан кейін әйтеуір енем деген ақылды кісі ғой, сондай мудрая женщина. Ол кісі мені поддержать етті, айтты, енді мен сені киноға жібермесем, баяғы мені Күләштің аруағынан да қорқам. Елдер деген ақша төлеп оған жаңағы түсет, ондай сериалға басты рөлге, саған өзіміздің немізге табалдырығымызға кеп тұрғанды мен қалай кірді, сені жібермеймін. Бірдеңе қылып көндірем ұлымды, давай саспа. В общем, барасың да түсесің деді ғой. Содан кейін, в общем, мен де жиналып, әйтеуір мен үйде болмағанда баласымен сөйлеседі ау. Сөйтіп көндірді ғой күйеуімді. Сөйтіп мені бір айға жіберді. Орал қаласында түсірді. Самый мынандай суық кез. Енді қыс емес, бірақ анадай қара суық бар ғой. 5 ноябрьде съемка басталды. Сөйтіп 1 декабрь ма, или 5 декабрь ма, бір ай ровно түсірді ғой сол жақта. Сол жақта болдым, үлкен қызым ол кезде 3 жаста. Енем алып қалды, сол қызға қарап отырды. Сөйтіп түсірді. Енді тіршіліктегі сәттердің бәрі осы отбасынан бастау алатыны белгілі ғой. Жалпы әйел адам үшін мына өнер мен отбасын алып жүру өте қиын негізінде. Қиын. Тіпті өнер саласына бір адам болып жүрсе, кейде арасында бәрібір конфликтный ситуациялар болып қалады. Ал енді жолдасың әрине басқа саладан, жалпы негізі осы салада өз ошағыңда жолы болғыш адаммын деп есептейсің бе? Салада дегенің енді осы профессияда ма? Енді Күләшті ойнадың, Құдаша қызда ойнадың, кәдімгідей бір енді рөлдерің болды. Күләштан кейін мен Жамбыл сериалына түстім. Ол жерде жаңағы тағы да Күләш апамыздың образын ойнадым. Содан кейін Шәмшіде Роза Багланованың жаңағы тоже бір несі болды. Қалай айтсам, бір-екі күн съемкасы, промежуток в этом сериале был. Одан кейін осы Толқын ханымның Шашу деген сериалында 2017-де, 2018-де Мәдениет үйі атты сериалына шақырды. Мына кәдімгідей рөл сомдағансың. И неге осы Құдаша қыз 20-21 жыл түскен жоқпын мен ешқайда. Енді қалай саған айтсам, Лаура, 50/50 деп айтар едім. Енді әр сұранған сайын жолдасың жіберіп отыра ма? Қазір енді бізде деген полнейшая идиллия. Бір-бірімізді түсінеміз, бір-бірімізді жібереміз. Өзі де сұрақ қояды, не болды, өттің ба? Давай бар, уайымдама, жақсы болады деп. Мысалы, Құдаша қызда спокойно мен өзі Қордайға апарып алып кеп жүрді. О жағынан енді біз деген биыл 15 жыл болады отау құрғанымызға, поэтому басында, конечно, 1-2 жыл енді өзіміз семья болып жатырмыз, өзіміз жаспыз. Каждый по себе лидер, өз айтқанымен жүргісі келеді деген сияқты. Или өзін айтқан жасатқысы келеді, солай болды ғой. Бірақ қазір ол түсінді, енді ол да есейді, мен де есейдім. Арамызда 3 бірдей қызымыз бар. Сосын бұл деген профессия, жаңа кәдімгі әр адамның өзінің профессиясы болады ғой, барып тауып жейтін наны ғой. Поэтому оған ақша алам, жайдан жай мен барып ля-ля хи-халя деп жүрмеймін ан жақта. Ол үшін мен кәдімгідей зарплата алам. Поэтому я считаю, қазір бәрі жақсы. Енді мен 100%, ой, мен жұлдызбын, ой, күшті қырватырым, ан жақта түсіватырым, бер жақта түсіватырым, гастрольден гастроль деп мен мақтанып, ауыз толтырып үйтіп саған айта алмаймын. Енді өзің де білесің, қанша жыл мені танисың. Сөйтіп тағдыр солай болды. Мен негізі Алматыға келгенде, я ойладым, мен вообще вокалисткамын. Кішкентай кезімде мен өлең айттым 5 жасымнан бастап. Мен өзім семьям сондай музыкальный, әкем айтады, әкемнің шешесі айтатын, марқұм әжем менің. Сол әжем ғой мені кішкентай кезімнен өнерге баулыған, өлең үйреткен, жаңағы сол Роза Багланова, Бибігүл Төлегеновалардың әндерін айтып өстім мен. И не айтып аттық. Сол
жаңағы өнер қуалап, арман қуалап жаңағы Алматыға келдік. Мен облыста өзімнің Солтүстік Қазақстан облысында мынандай өзімше жұлдыз болғанымен, мына жаққа келіп мен сияқты мында миллиондаған жұлдыздар, кішкене басылып қалдым. Можно сказать, как себя чуть потеряла, потому что конкуренция большая, жаңағыдай талантты ұл-қыздар көп деген сияқты. Жалпы табиғатыңнан мындай бәсекелестікке жақынсың ба? Қайтсем де осы рөлді ойнаймын, көрсетемін, өзімді дәлелдеймін деп. Неге басылып қалдың соншалықты енді? Басында менде ондай қасиет болған жас кезімде. Бірақ почему-то мен тұрмыс құрғаннан кейін, вообще әйел бала ана болғаннан кейін өзі басылады екен. Қанша жынды болсаң да, әйтеуір бір басылып, бір умиротворенный, бір мамасын, сондай бір сондай болып қалдым, әйелмін. Бірақ я ни о чем не жалею в том плане, то, что если сравнивать, ставить карьеру и семью, я думаю, я очень счастлива, то, что у меня есть семья. У меня есть муж, мои прекрасные дети, әке-шешем, жаңа енем, жақсы семьяға келін болып түстім. Ол жағынан мен ойлаймын, Алматыда тұрып жатырмын мысалға, Петропавлдан келіп мына жақта мысалы Алматыдамын. Күйеуімнің да жаңағы жұмысы жақсы, жұмысы бар. Поэтому енді отбасымыз сондай әдемі отбасы. А то былай қарасаң, кейбір өнерде жүргендерде мысалға не отбасы болмайды, карьерасы болса, бала шағасы болмайды. Немесе әйтеуір бір кем дүние. Бір кем дүние. Енді мен өзімді может сөйтіп успокаиваю, оны да білмеймін, әйтеуір басында я очень протестовала сама собой. Неге солай, неге жолым болмайды? Неге жолым болмайды? Неге мен қандаймын вообще? Или түрім ондай емес па? Или даусым ондай емес па? Почему там даусы жоқ адамдар сахнада жүр, өлең айтып жатыр, олар да солай. А мен неге солай болдым екен? 5 жасымнан өлең айттым, талай конкурс, жарыстар, облыстық, қалалық, республикалық жарыстарда Алматыға часто келетім, жаңағы конкурс не жас жұлдыздар еді, әнші балапан, жоқ әнші балапан емес, басқа бір жасөспірімдер арасында болатын конкурстарға талай келіп жүрдім. Содан кейін сөйтіп өскен бала, ойлаешь, всегда самая первая везде лидер, приехала в большой город и чуть-чуть, можно сказать, потерялась. Потерялась, но я думаю, от себя, наверное, все-таки зависит. Я не знаю, это от чего. И потом у меня возникла большая любовь, махаббат. А сен білесің, махаббат болса, на берегу не договаривалась күйеуіммен. Осылай мен театрда ойнаймын, егер де нетсең, мені театрда қалдырсаң, онда мен күйеуге саған шығамын. А егер де нетпесең, шықпаймын деген ондай мысль де болған жоқ. Все, я замуж выхожу, басқа маған ештеңе керек емес, сол махаббатқа мас болып, сөйтіп тұрмыс құрғаннан кейін бала шағалы болып, а потом уже жаным енді декретте отыра берем ба, мен театрға бармайын ба, жұмыс жасамайын ба дегенде жоқ. Жасамайсың театрда. Я жаңағы шыдай алмаймын, сен гастрольге кетсең, анда кетсең, сондай нелер енді пайда болды, кедергілер. Соның әңгімесі күйеуімнің. Содан кейін мен деген жылап, мамама звондаймын, мамам айтады, егер де сен онда жаңағы артист әнші болғың келсе, тұрмыс құрмау керек еді дейді мамам. Алдын ала ойланбадым ба? Семья прежде всего, қызым, сенің жаңағы семьяң бар, бала шағаң бар. Так что соған тәубеңе келіп, сол семьямен бақытты болып өмір сүр дейді. Никакой саған енді ондай болса тұрмысқа шықпау керек еді жаңағы. Әншілік, артист болам десең, ары қарай нету керек. Или говорит, надо было тогда выбирать, на берегу договариваться деп. Сөйтіп, в общем, мама мен тоже басып сөйтіп қояды. Енді Айка Толқын Садыкова ханымның продюсері, қаншама жаңа сериалдарының продюсері болды. Жасап жатқан туындылар өте керемет деп айтсам болады. Қазақи, нақышта жасайды. Кәдімгідей ауылдың атмосферасын, ауылдың өмірін, келіндерін деген сияқты сондай ата әжелердің бір отбасы, әулеттің кәдімгідей несін, сахнасын жасап көрерменнің алдына шығарады. Жалпы ол кісімен жұмыс істеу, бір сөзінде бір айтып қалғансың, өте шынайы адам деп. Өте сондай шынайы, шыншыл, еңбекқор, ешқашан өзі ештеңеден таянбайтын, только вперед. Қаталдығы да бар, Қатал, өте қатал жұмысына, прям вообще берік, сондай бас аяғына дейін жүретін съемочный площадкада. Никто не расслабляется. Сөйтіп жұмыс жүреді, өте сондай керемет адам. Толқын нені байқап қалды, қалай көрді? Толқын ханыммен мен деген 2015 жылы таныстым. КТК арнасы ол кезде бір анандай доку, драма сияқты бір 5-6 серияда емес, бір
қысқа метражды сондай бір нелерді түсіре бастаған кезде мені шақырған Мира Добрынина деген тоже кастинг директор болды ма ол кезде, тоже там главная роль была. В общем, сол кезде түсіп жүргенде мен Толқын ханыммен КТК арнасында танысқам. Содан кейін ол как раз обед уақыты жүр, обедтенейік, бірге отырайық, сөйтіп әңгімелесіп, үйтіп, содан кейін күләшті көрдік, жақсы түстіңіз, анау деп сөйтіп әңгіме кетті. Содан кейін әйтеуір өзі сериал түсіре бастағаннан кейін мені бірде-бір кастингінен қалдырмай шақыратын ол кісі. Сөйтіп жақсы дос болдық ол кісімен, тіл табыстық. Керемет. Жаңа осы сұрақтарыма жауап беріп жатқанда қайта әжеңді айттың, әжеңнің қызы болдың ба? Мен әжемнің қызымын, толық айта аламын. Бірге тұрдыңдар ғой сонда, бұрын? Басында бірге тұрдық, мен туған кезде. Мен негізі әжем 3 ұл туған ғой, мен үлкен ұлының қызымын. Ол жас кезінде енді қыз туам деп аңсаған ғой, қыз болмады, енді 3 ұл туды. Сол мен ең бірінші немересім, қыз баламын, одан кейін өзінің аузынан түсіп қалғандай ұқсаймын. Ол деген кезінде өлең айтатын, ән айтатын, бүкіл ауыл оны біледі. Жаңағы бұрын Алматыдан бір комиссиялар жүретін еді ғой, ауылды аралап, жаңағы жас таланттарды іздеп, сөйтіп әжемді прослушивание өтіп, әжемді Алматыға алып кетейін деп бір адамдар келді. Сонда туған шешесі жібермеді, өйткені ол 11 баланың 11-ші қызы болды. Жаңағы 11-тая по счету. Қалған балалар бәрі өле берген ғой. Ауру, не болды. Екі ағасы соғысқа барып қайтыс болды. Сөйтіп шешесі, получается, жалғыз қызын ешқайда жібергісі келмеді. Сен осы мені қара жерге көміп кет, сосын жын боласың ба, шайтан боласың ба, өзің білесің деп, сөйтіп әжемді қатты ұстаған ғой, ұрысқан сөйтіп әжем қалып қойған. Сөйтіп қалып қойғанда, бірақ армандаған, ол армандаған. Сол арманның бәрі маған нетті ма, қанмен дарыды ма, білмеймін енді, жаңа әсер етті ма. Бірақ мен кішкентай кезінде всегда анандай бір 90-шы жылдары қазақ әйелдері деген журнал болатын еді ғой. Соны всегда выпискамен алатын әжем. Сөйтіп анау Жанар Айжанова, сол Бибігүл Төлегенова туралы нелерін оқып, там мынандай өмірбаян, сосын мынандай нелері, өлеңдері жазылады. Сол өлеңдерді бүйтіп маған айтып, жаттатқызатын соны. Өлең айтқызатын всегда, бір той болсын, жиын болсын үйде, обязательно. Сосын менің папам да өлең айтады, ол самоучка, домбыра тартады, гитара тартады, баян тартады, даусы деген тенор, он очень у меня красивый. Папам ше өте әдемі, сондай сұлу. Мен айтамын, папа, сен әртіс болғанда бізге спокойно жол ашық болар еді деймін ғой. Оны да кезінде әкесі жібермеді. Қайдағы әртіс, қайдағы музыкант, жоқ, мен музыкальный училищеға, папа, мен музыкальный училищеға түсем деп әкесіне айтқан ғой. Сөйтіп әкесі жібермеген. Сөйтіп әкем, в общем, неде, қай жерде, Қарағым жақта милицейскийда оқыған. Сөйтіп папам да мысалға ауылда тамадылық несі болды, асаба. Мені кішкентай кезімнен өзіммен бірге апарып тойларға қатыстырып жүрді. Сол бәрі әжемнен келатыр ғой. Қарап отырсам, қанмен келген нәрсе дегенмен, тартады ғой бәрі. Мен сол кішкентай кезімнен өлең айтып, біздің анау соседтарымыз, көршілеріміз орыстар болған, Настя, Яна деген, Марина деген қыздар. Ай, Герема, песню спой. Арба тұратын ғой былай. Арба болады ғой, кәдімгі атты жегіп шөпке баратын сондай. Біздің мынандай огородта арба тұратын, анау қыздар келеді, бәріміз арбаға отырамыз. Олар деген ромашка гүлін жұлып, ол бүйтіп отырады. Мен оларға о кезде Наташа Королева, Алла Пугачеваның өлеңдерін айтатым ше. Орыс қой деп орысша айтатым. Мен қазақша да әндер айттым, бірақ почему-то соларға орысша әндер көп айтатым. Сөйтіп маған гүл беретін олар. Соның бәрі негізі сол әжемнен келген ғой. Вот это все. Әжемен болған бір керемет сәттерді айта аласың ба? Мен білем, ондай жақсы сәттерің өте көп, бірақ сондай бір есте қалған, сағынасың ба? Сағынам, қатты сағынам әжемді. Әжем мен осы күйеуге тиген кезде 2009-да, соның декабрьде қайтыс болды. Мен деген октябрьде тұрмыс құрдым. Тойында болды қате? Тойыма мына жаққа Алматыға келе алмады, бірақ ұзатты. Он жаман аурумен ауырды ол кісі. Мен апа, әже, мен жаңағы тұрмыс құрайын деп жатырмын, анау деп сөйтіп звондап, ой қызым, құлыным, жақсы болды. У него мечта была, жаңа армандаған, мен осы көзім тірісінде сені қолымнан жаңағы тұрмысқа берсем деген. Сол арманы, последний арманы орындалып, сөйтіп о жаққа кетті ғой. Жақсы. Осы баяғыда бір Инстаграм желісіне өзінің парақшаңа есік алдында қар күреп жатқан
видеоны салғансың, сторизге салдың ба әйтеуір. Иә. Жалпы жан дүниең негізі мына ауылдың атмосферасына жақын ба? Мысалы, ауылда сендер фильм түсіріңдер, иә, сериал түсіріңдер, Құдаша қызы. Шашу деген сияқты, енді бір ауылды жерлерде түсіреді ғой көбінесе, жер үйде деген сияқты. Жан дүниең? Әрине, менің жан дүнием ауылға жақын. Мен деген сиыр сауып өскен баламын, қой бағып өскен баламын, қаз үйрек бағып өскен баламыз. Мысалға, огород, картошка, біздің жақта картоп өседі ғой, соның жаз бойы шөбін жұлып сөйткен адамымыз. Мысалға, әрине мен ауылға жақын. Мысалға, Құдаша қызда түскен кезде бір кадрда не болды? Кадр болды да, сиыр сауған. Мен өзім сауам, давайте, все. Прям сондай рахаттандым ше. Қолым кәдімгідей, прям помнит, оказывается, память физическая бар екен. Сауып, соған өзімше рахаттандым ғой сол ауылда. Сол процесске. Сол процесске неге, иә. Жалпы енді бұл менің жеке образым деп аталатын қандай рөлдерді айта аласың? Осы роль маған өте жақын болды деп. Енді жаңа Шашуда ойнадың, Құдаша қызда ойнадың, Күләшта ойнадың. Жалпы саған жаныңа жақын бәрібір актер адамда, актрисада роль болады ғой. Жоғалды дегенмен ешқайсысын бөліп жарған келмей ме? Сол ең бірінші сол сериалым жаңа Күләш қой. Өйткені Күләш апамыз өзі мынандай адам болды ғой. Менде де иногда сондай өзімнен байқаймын ше. Сондай бір дарақы, бәріне сенгіш, ой, жақсы деп сөйтіп бір елпілдеп, аңғал, иә. Менің бойымда да ондай қасиеттер көп. Мен вообще көп сеніп қалам адамға. Потом одан кейін ренжісем де мен тез нетем. Қайтуым тез, иә. Сондай бір енді моменттер болмаса. Ұлы әнші Күләш апамыздың енді былай қарап отырсақ, жаңа рөлін сомдадың ғой, ол апамыздың тағдыры, өмірі, тағдырында жалпы қиыншылықтары аз болмаған. Үстінен қаншама мысалы неше түрлі сөздер айтылған, әртүрлі енді былайша айтып отырғанда кез келген нәрсені өзінің жүрегіне өте қатты қабылдап қалатын. Одан кейін өзінің жолдасына хабарласқанда, Күләш ау, сен кез келген нәрсені өзінің жүрегіне қабылдамасайшы енді деп солай басу айтады екен. Сосын қателеспесем депутат та болған ба сол заманда, өзгелердің жағдайларын ойлап, бірақ өзінің денсаулығын құртып алған кездер де болады. Жалпы енді жүрек деген ол өзі сондай бір әлсіз мүше ғой енді, иә, қарап отырсақ. Осы рөлді сомдағанда өзіңнің жан дүниеңе ұқсастықтар болды ма? Қандай сәттер ұқсастықтар болды? Күләш апамыздың енді рөлін сомдағанда алдымен өмірін зерттейсің ғой, қандай адам болды, неден қайтыс болды, жалпы қандай әндерді айтты дегенде. Сонда қандай бір ұқсастықтарды байқадың рөлді киноны түсіру барысында? Енді бірінші сериясында сол сериалды көрген болсан, жаңа қыздар көйлегін жыртып кетеді, подножкалар көп қоятын, ол кісіге өнерді аяқтан шалғандар көп. Иә, аяқтан шалғандар көп болды. Енді мен өзімді айтатын болсам, мен 4 жыл ауылда оқып, 5-ші сыныптан қалаға кеткем оқуға, қазақ интернатында оқыдым. Біздің бөлмемізде 12 қыз жататынбыз, кәдімгі казарма сияқты. И жаңа қаладан келіп оқитындар да болды. Жаңа қалада тұрып жатқандар интернатымызға кеп оқитын болды. Ал біздер жаңа облыстағы ауылдардан жиналған ұл қыздарымыз ғой, жаңа интернатта тұрған. Сол кезде почему-то білмеймін, мен енді активистка болдым, мен өлең айтам, мен бүйтем, любой осенний бал, любой там жаңа жыл мерекесі, наурыз мерекесі, әрқашанда конкурстарға барып қатысып, жаңа диплом алып келем. Линейкада понедельник күні директорден құттықтайды, біздің мектептің мақтанышы, анау-мынау. Енді қыз жақтардан не болады ғой? Анандай көре алмаушылық. Тем более дети же очень такие, как сказать, қазіргі тілмен қалай айтсам, буллинг дейді ғой. Сондай буллинг болған. Потому что бізде бір қыз болған мектебімізде, сол жаңа сыныптасым мен. Кішкене байдың қызы, сондай, мен деген ауылдың қызымын. Ей не нравилось, что я всегда где-то первая. Ну, бывает же такая зависть, детская зависть, возможно. Ну, естественно, детская зависть. И были такие подговоры, жаңа қыздарды өз жағынан етіп, онымен не общайтесь, не етіп, деп сондай кездер болды. Тогда мне было, конечно, больно, одиноко. Ол кезде біз уже 13-12 жастамыз, 6-7 сыныпта. Сосын жігіттер хат жазады, көбісі ғашық болатын, өйткені
өлең айтам, самая такая, ну, видная девочка, да. Поэтому очень много было. А девочки не могут жаңағы чужой успех как-то это принимать. Тем более, если много мальчиков бегают за ней, понимаешь? Қыздар деген кішкене сондаймыз ба? Иә, кішкене. Иә, сондай неден айтсам солай болды. Бірақ уже университетте оқығанда, үлкен оқу орнында, ондай нелер болды деп айта алмаймын. Аяқтан шалу, андай мында. Это в детстве где-то было. Балалық кезде. Бірақ өскен кезде ондай болмады. Просто мен ойлаймын да, мүмкін мен сразу оқу бітірісімен Әуезов театрына өткенде жұмысқа, мүмкін мен сол театрда қалатын бедім. Бірақ оған тоже ол театрға бару үшін жаңағы бізде екі-үш ұстаз болды. Енді айтпай қояйын, қайсы ұстаз. Кто больше будет жаңағыдай бүйтіп, әймеліктеп, пөмліктеп, ой аға или ой апай, сіз сондай керемет, аға көке дейтіндер көбісі сол театрға өтті. Бірақ менің мінезіме, вообще өзімнің тәніме ондай не жоқ. Болмысында біреудің алдында бүйтіп өтірік мәймөңкелеп олай істей алмайсың. Олай жасай алмаймын. Мен өзім тік мінезім, қалай ес, солай ес айтамын. Бірақ мен өте анандай тоже справедливості жақсы көремін. Нетпедіңіз ба мені, жібермедіңіз? Да ладно, че, мен басқа жұмыс таба алмаймын ма деген сияқты. Содан кейін ғой мен Ақсарайға кеп жаңа жұмысты бастағаным сол театрдан бастадым. Әйтпесе иногда ойлаймын, енді оны аяқтан шалу деп айтуға бола ма, болмай ма, мен білмеймін. Мүмкін тағы да сондай тағдыр болды ма? Мүмкін действительно мен сөйтіп кішкене мынандай болғанда өтіп кететін бедім. Бірақ мен енді ондай емеспін. Жасанды мен жасай алмаймын. Мүмкін қазіргі миым болғанда, қазіргі енді уже 40-қа міне аз уақыт қалды ғой, таяп қалдық. Кішкене ақылымыз көп. Қазір, может, мен подстроилась бы как-то. Но ол кезде ты что? Ешкімге бой бермейсің, мен сондаймын болды. Ешкім там қарамаймын, күлмеймін. Я, жоқ деген сияқты. Сөйтіп өтпей қалдық біз. Содан кейін әйтеуір Ақсарай театрында, мюзикл театры, мен оқуды 2008-де бітіріп, сендерге келдім ғой жұмыс жасауға Ақсарай театрында. Алғашқы орным. Ол кезде Болат Атабаев деген мықты режиссер, мықты адам. Ол кісі өзі мені 2005 жылы шақырған. Сендер оқып жүріп жаңағы театр құрып, спектакль Қыз жібек қойдыңдар ғой сол кезде. Біз деген екінші ма, үшінші состав болдық қой, Қыз жібек. Оркестрмен өлең айтып, жаңағы 2005-тен бастадық қой сол Ақсарайдан. Содан кейін мен аса қайырған жоқпын. Мені жібермесе, жаңағы счастливый билет не получила в Әуезовский, ну ладно, я в Ақсарай пойду деп. Сөйтіп Ақсарайға бардым. Сендермен кездестім, таныстым. Бәріміз бір театрда, гастрольдік сапарларда болдық. Bir жыл әйтеуір жұмыс жасадық қой. Содан кейін. Енді ол Ақсарай театры туралы айта берсек өте көп қой, негізінде өте бір еркін кісі, сол еркіндігіне өте қатты таңғалатынбыз. Ойы да, ісі де, барлығы да. Жаңа айтып қалдың, иә, мысалы, кейбір адамдар шынымен де, алдында бұлайша айтқанда, егер бүйтіп орысша айтқанда, кішкене грубо айтқанда, маймылданып тұрғанды жақсы көреді, иә. Аға, көке, ой деп, ондай жасандылық жоқ қой бізде. Табиғатымыздан барсың ба, бар, жоқсың ба, жоқ, турасың ба. Мүмкін, Лаура, ол да дұрыс шығар, ол да дұрыс шығар деп кейде ойлаймын. Бірақ мені бір нәрсе сондай замды туғыздырады деп айтайын ба, ашуымды келтіретін. Неге сол адамдар соншалықты біреудің сондай жалынғанын, сондай аға көке деп тұрған сондай өтірік нәрсені олар, неужели они этого не чувствует вообще, сезбей ма сол нәрсені? Қалай деп ойлайсың осы? Білмеймін, енді ол адамдардың өзінің мінезіне байланысты болмысына, мүмкін болмысы сондай шығар. Мүмкін где-то он не утвердился в жизни и хочет за счет учеников так утверждаться, чтоб его боготворили, чтоб его просили, поэтому он себя так чувствует эмоционально. Ол кезде біз олай ойламаймыз да, қазір ойлаймыз ғой. Ол кезде өйтіп, онда ой жоқ қой, қазір деген Инстаграм бәле бар емес па, психология, нумерология дегенді оқып, біліп, естіп, и қазір ойласаң, мүмкін сол кезде солай болған шығар, ему нужно, этого не хватало деген сияқты, понимаешь? А ол кезде ондай білмейтінбіз біз. Қазір мысалы, сондай адамдармен кішкене бір сақтанып, былай ара қатынасты жоғалтып алмауға, бұзып алмауға, бірақ и в то же время өзіміздің де жаңа мысалы Әуезов театрына кіру керек па, жоқ басқа кино саласына ма, мүмкін сол нәрсе керек пе еді.
осындай нәрсе Осындай үшін нәрсе. мысалы сөйлеу. Мен енді қаншалықты оның дұрыс емес екенін білмеймін, Мен де бірақ білмеймін. өзімнің болмысым бәрібір де жасандыққа жақын емес, бәрібір де. Мен кейде соны ойлаймын, сол оқиға әлі менің есімде қалған. Аға, көке деп айтқанда ғана барып, сен сол театрға кіруің керексің деген сияқты, апай, анау мынау деп. Жарайды, келесі сұраққа. Бағанағы айтқан, айтпай кеткенім, Алматыға мен бірінші Жүргеновке түспедім ғой, келген кезде консерваторияға түстім ғой мен. Мен әнші болып Алматыға келдім, әнші болам деп консерваторияға түстім. Ол кезде енді музыкальный образованием жоқ, 2 жыл подкурс оқу керек та, 5 жыл основной курс, сонда 7 жыл оқу керек. Мен 1 жылын подкурста Бибігүл Төлегеновада оқыдым. Соның классында, вокальное отделениеда. Содан кейін уже кішкене Алматыда былай обосноваться еткеннен кейін білдім, оказывается, Темірбек Жүргенов атындағы академия, консерваторияға прям көрші екен ғой, ән жерде. Жап-жақын екен, тиіп тұр. Сондай факультет бар екен ғой, муздрама. 4 жыл екен, неге соған көрмеске деген сияқты. И поэтому мен жаңа академияға потом ауысып кеттім. Получается, 1 жыл консерваторияда оқыдым, сосын 4 жыл неде, академияда. 2008-де бітіріп шықтым. Күләш апамыздың Қаршыға, Құралай деген, Қарлығаш деген 3 қызы болған. 3 қыз болды. Енді Қарлығаш апайымыз былтыр қайтыс болған екен. Біраз жасқа келіп. Енді былай қарап отырсақ, өте сондай, анасы Күләш апамыз 45 жасында ма қайтқан кез, енді ол фильмде көрдік қой, барлығымыз шын керек. Енді бұл жерде жаңа өзіңде кіріп келген кезде айттың ғой, мен де айтып жатырмын ғой, Күләш апамыздың 3 қызы болды, Айка сенде 3 қыз беді, 2 қыз, 3 қыз деп, бірақ айтып отырсың, ойбай, тағдырым ол кісіге ұқсамай қойсын деп. Шынымен де ұқсамай қойсын, бірақ сұрақ бұл емес, жалпы қыздарының болашағы үшін алаңдайсың ба? Алаңдататын қандай нәрсе ол, қандай жағдай? Әрине, ата-ана болғаннан кейін өз балаң үшін алаңдайсың ғой. Енді қазіргі заманда болып жатқан нәрселер, даже мынау стихийные бедствия дейді ғой. Землетрясенияның өзі бізді кәдімгідей тәубемізге келтірді ғой. 2-ші рет болғанда ма, 3-ші рет бір малы неде болғанда, бір түнде мен просто шошып ояндым. Акасы кішкентай қызым қасымда жатады да, бүйтіп аунаған ғой. Сөйтіп аунағаннан кейін мен оянып қалдым, сразу соткам жағып люстраға қараймын. Землетрясение болды ма деп. Содан кейін давай өзім мына жерде өксік басып, жылап түнде. До того қорқып қалдым да, как паранойя сияқты. Қызыма қараймын да, енді кішкентай қызым 2-ге енді толды. Соған қараймын да, тәтті ұйықтап жатыр, Алла тағала, егер де сондай бірдеңе болып қалса, балаларым қалай болады? Өзіңді ойламайды екенсің, прям балаларыңа. Бұлардың жаңағы тағдыры не болады, жаңағы болашақтары не болады. Сосын күйеуіме айтам ғой, Марат, давай Астанаға көшіп кетейікші, мына қыздар спокойно нетсінші, өмір сүрсінші деймін да. Ана кішкентай 2-ші қызым да қорқып қалды. Қатты қорқып қалды. Мен ол кезде жұмыстамын, енеммен екеуі үйде болған, сонда спальнядан жүгіріп шығып, апа, что-то там трясет, не болады деп прям жылап, и кішкене мынандай қорқыныш қалды да, бірақ мен балаларымның қорқып өскенін қаламаймын да. Все равно бұл нервозный, психический неге расстройство қалып келеді ғой, постоянный, жүйеге әсер етеді, постоянный мынандай тревогада өмір сүрген. Сосын қазіргі енді мынау біздің интернет, содан қорқасын. Өйткені салыстырып отырсам, біз білмеген нәрсені кішкентай кезімізде біздің балалар қазір бәрін біледі. Сол дұрыс па, бұрыс па тағы да білмейсің. Сол алаңдатады. Содан кейін 2-ші қызымның тілі кішкене орысша да. Енді үлкен қызым более-менее нормально, қазақша оқып жүр ол. 2-ші қызым биыл мектепке барады. Бірақ оған тағы да кім кінәлі? Кінәліні іздесек, мысалға, өзіміз дейміз ба, бірақ өзіміз бірдеңе істеп жүргенде, телефонды бере саламыз, қараш деп, ютубта бәрі в основном орысша. Бұлар деген соны қарап өсіп жатқан балалар, тілдері орысша шығып жатыр. Сол алаңдатады. Енді өзім, ойбу, мен масқара қазақ тілін жақсы білем, жақсы сөйлейм деп мен де айта алмаймын. Өйткені ол ортаға байланысты, қазақша оқығанмен. Бірақ өз балаларым сол енді тілдері дұрыс болса екен, болашақта жаңағы. Одан бөлек тағы да қандай нәрсеге қатты алаңдайсың, қыздарың?
жақсы удачно тұрмысқа шықса деп нетесің, тілейді екенсің. Жақсы болашақта жігіт кездессін, сонда иманы бар, әйел баланы қадірлейтін. Сол қыздарымен жақсы өз теңін тауып, бақытты өмір сүрсін деп ойлаймын. Сол независимый болсын деп ойлаймын. Тәуелсіз болсын деп ойлаймын. Ол үшін жаңағы қазір үлкен қызым енді мысалға домбырасына да қатысып жүр, художкасына да барып жүр, ағылшын тілін де меңгеріп жатыр. Міне қазір 9 сыныпқа өтеді. Жақсы мынандай білім бергім келеді да балаларға, қыздарыма. Білімді болса, бізде көбінесе қыз балаға білімді бермей жатады ғой. Күйеуің асырайды, сен жат жұрттықсың, сен қонақсың деп. Енді қазіргі кезде мысалы біздің кезімізде біз ұлға да ұл деп, қыз деп бөлмей екеуіне де бірдей білім береміз. Сондай нәрсе. Иә, шынымен де негізінде қыз баланың тағдыры өте ауыр деп жатамыз, жат жұрты, қонақ деп. Соны алаңдайтын қандай нәрсе деп сұрап жатыр. Ну, согласись, да, Лаура, если в семье будет все хорошо, әйел балада, да, бәрі жақсы болса, күйеуі жақсы болса, түсіністікпен қараса, ата-анасы жақсы болса, сонда әйелге намного проще будет жить, потому что үйге де бәрін жаңағы жарық беретін, эмоциялық жаңағы настроение сыйлайтын әйел бала ғой. Поэтому мен ойлаймын, көп жағдайда 100% әйел адамға байланысты. Әйел адамға байланысты, иә. Неге біз көбінесе осындай ойдан, енді мен барлығына көпке топырақ шашудан аулақпын, бірақ отбасы мәселесі ол екі бірдей адамның жауапкершілігі ғой. Ол екі бірдей адамның жауапкершілігі. Бәрібір. Жоқ, ол түсінікті ғой, енді екеуі де жауапкершілікті әйел адамға да байланысты екеніне мен жаңағыдай... Я имею в виду, что если женщине будет в семье комфортно, если муж ее не будет обижать, если будет достаточно зарабатывать, ее лелеять, да, мысалға, ақшасын беріп, жаным киініп кел, міне саған анау. Қазір қалай әйелдер көп өздері табады ғой. Жүкті өздеріне арқалап алған, өздері жартылай еркек, жартылай әйел энергиясын жоғалтып алған. Ол энергияны жоғалтып алғаннан күйеуіне қалай барады? Қалай күйеуіне энергия сыйлайды ол? Поэтому әйел жеңіл өмір сүрсе, үйде бәрі жақсы болады. Сондай мағынада айтып тұрмын. Сол үшін енді сіздер мысалы сен ұл өсіріп отырсың, ұлдарыңызды сөйтіп тәрбиелеу керексіздер. Әйелді құрметтеу, жаңағыдай әйелді сыйлау. Мен ойлаймын, енді бәрімізге ол байланысты. Қазіргі уақытта енді біздің міне қатардағы ата-аналар көбісі енді көзі ашық, көкірек ояу адамымыз ғой. Көп нәрсені оқимыз, білеміз. Даже егер де ойласақ, біз басқа ене боламыз. Қазіргі енелер сияқты емес. Қазіргі енелер қандай сонда? Жоқ, ол менің енеме қатысты емес, вообще. Енді жалпы айтатын болсам, қазіргі енді қалай айтсам, көп балаларын қызғанады, өз ұлдарын қызғанады, әйеліне көп внимание беріп қалса, енді достарымның арасында бар ғой ондай жағдайлар. Әйеліне мысалға сотка алып берсе, енесі жаңа шешесі ұлдың сөйлейді. А почему сен әйеліне әпердің? А мен чо? Мен сені өсірдім, мен сені бақтым, қақтым, амаған қайда деген сияқты ғой. Іштей бір мынандай ревность болады. Оны түсіну керек. Түсіну керек деп ойлаймын да. Ер адам әйелмен махаббаты бір бөлек. Он будет ее любить, это его жена. Бірақ шешеге деген махаббат бұл совсем басқа. Мүлдем бөлек. Шешенің махаббатын никто не заберет. Поэтому келін мен ене екеуі жаңағыдай... Екі бөлек қой, жалпы енді. Екі бөлек, екі махаббат та бөлек. Поэтому таласпау керек. А оны үйрететін жарайды, келінің ақылсыз болсыншы, бірақ енең сондай мудрый, жақсы адам болса, всегда, если будет на твоей стороне, сені үйретіп, қолдап жүрсе, сен ол кісіге қайтып жамандық жасайсың. Мысалға, менің өз басымда, мен күйеуіммен талай конфликтілер болды. Бірақ түту енемен осы 15 жыл болды ғой, бірде-бір конфликт болмады. Өйткені мен ойлаймын, ол кісі көпті көрген, сондай өзі іштей, мынандай, как ақсүйек сияқты воспитанный, да? Мысалға, даже где-то я буду неправа, ол мен көзіме никогда баспайды, айтпайды, ол баласына ұрсады. Сөйтіп, бізде мынандай идея үйде. Сол кісіге көп рахмет. Әйтпесе мен білмеймін, егер де мен басқа ене болса, шағыстырып нетіп отыратын, давно семья болмай кетермедік, кім біледі енді. Мен мысалы өнерімді қолдап, мені жіберіп отырғанда сол енем ғой, бала шағама қарап қалатын сол енем.
Поэтому ол біздерге, үлкен кісілерге байланысты. Егер де сен ертең ұлыңды үйлендіретін болсаң, келінің жаман болып жатса да, сен өзің жақсы болып, соны жақсыға үйретсең, бәрі де жақсы болып кетеді. А сен жаман болып оған пакостьтер жасасаң, ол да чо, молодая, дым да ойламайды ғой. Жындылығын көрсетіп, 2 есе саған жасайды деп ойлаймын. Иә, мен жаңа қыздың тағдырына алаңдайсың ба деген сұрақ та сол болды да. Шыны керек, қыздың тағдыры өте ауыр ғой, енді сондай қай жағынан алаңдайсың деп. Және де өте жақсы үндеу жасадың. Мысалы біз ұл тәрбиелеп отырған қыз жоқ, бірақ ұл тәрбиелеп отырған аналарға да біз барлық жағынан айтуымыз керекпіз. Менің ұлым, менің отбасымда бұндай болмайды, менің баламда бұндай болмайды деген гарантия, кепілдік ешкімде жоқ. Бірақ дегенмен де біз сол дәнді дұрыс себе білуіміз керекпіз балаға. Сен болашақ отағасысың. Сен әйеліңе, балаңа қамқоршысың. Сен мықты болуың керексің. Қайтетсе, столды бір ұрып, әйеліңе жұдырғала жүгірмей, бәрін ақылмен, кәдімгідей сабырмен шешуің керексің деп біз ұл балаға тәрбие беруіміз керекпіз ғой. Қыз баланы қайтеміз? Ойбай, үндеме, аузыңды жап, ұят болады, шықса сүйегің шықсын сол үйде деген сияқты. Өкінішке қарай кейбір отбасылар оны түсіне бермейді. Енді жалпы киноға, енді қайтадан киноға оралайықшы. Жалпы осы сериалдарға түскен кезде рөлдеріңе немесе сериалдың деңгейіне көңілің тола ма? Жалпы адам түсіп отырғанда біледі ғой, мына сериалдың деңгейі қандай. Әттеген-ай, былай істесе ғой, былай істесе ғой деген сияқты бір іштей көңілің толмаған сәттер болды ма? 100% іштеңке болмайды ғой бұл өмірде. Түсінесің ба? Әттеген-ай деген әрбір нәрседе, әрбір неде болады ғой. Жоқ, жалпы айтқанда. Жалпы айтқанда вообще кино саласында ма? Иә. Қазіргі таңда көңілім толмайды. Не себептен, неге? Себебі қазіргі білімі жоқтар көбісі, даладан кеп жатқандар көп, ақша үшін. Жаңағы көп продюсерлар ақшасын қимайды, жақсы актер шақыртып, соған роль беріп, лучше басқа бір жерден шақырып алады да, оған аз ақша төлейді деген сияқты. Сценарий сосын. Жақсы, мықты жазатын бізде сценаристар өте аз. Деп ойлаймын енді мен өз ойым. Может быть, я ошибаюсь, мен бірақ оны конкретно саған қазір айта алмаймын, өйткені мен қазір толығымен кино саласында жүрген жоқпын ғой, толығымен өнерде емеспін, мен қазір басқа салада жұмыс істеп жүрмін, оны өзің білесің. Киноға тиіп қашып кеп жүрміз мысалға түсіп. Бірақ енді сондай нюанстар бар. Содан кейін егерде государство жақсы ақша бөліп атса, неге ол киноға конкретно ақша салмауға, чтоб мынандай сапалы дүние шықсын деген сияқты. Бүйтіп көп ақша мүмкін, мен білмеймін ол жағын, көп ақша мүмкін алатын шығар, бірақ өз қалталарына салатын шығар, аз қаражат киноға жұмсайтын шығар, онда мен қазір айта алмаймын. Бірақ егерде финансирование жақсы болып жатса, я считаю, нужно снимать достойное кино. Достойное кино, тогда и люди уже санасы өсет адамның. Жақсы киноға барып, адамдар үйренеді, не только вот эти комедии, бір күндік комедия, бүгін бар, ертең жоқ. Адамдардың қазір санасын өзгерту керек. Қазір сондай заман болып баратыр. Сонда санасын өзгертетін қандай сериалдар, өзінің санасын өзгертетін қандай мысалы фильмдерді көргің келеді? Ол кинода қандай қасиеттер болу керек? Бізде көп адамдар жаңағы, даже менің өзімнің коллегаларым бар, я. Ой, мы на тот фильм пошли, так было смешно, хихи, ха-ха, все, об этом сериале забыли. Понимаешь, люди прям хотят такой легкости. Легкости посмотрели, забыли. Жеңіл, арзан қой, сондай арзан кинолар. Бірақ мен де енді оны тоже былай жоққа совсем шығарып айта алмаймын. Өйткені қазіргі адамдарға енді шынында да өмір деген қазір қиын ғой, өзің білесің, да, вот это все. И по экономике, и по бүкіл әлемде қазір соғыс болып жатыр. Жаңағы то біздер неден шықтық, 20-шы жылы вот это была глобальная болезнь. Ковид был, это все, вот эти пробки, да, бесконечные, когда люди куда-то торопятся, жан тыныштық жоқ та адамда. Иногда просто хочется от всего этого отвлечься, пойти в кино и просто тупо поржать. Может быть, это и надо, я не знаю. Но бірақ с каждым годом замечаем, что уже адамдардың санасы өсіп жатыр. Все хотят уже большое, красивое, хорошее, качественное кино. Ой салатын, кішкене, я бір
адамға жаңағыдай бір пища беретін, қалай айтсам, азық беретін, бір азық беретін, иә, рухани тоятындай, иә, сондай деп ойлаймын мен. Жалпы енді киноға түсу процесінде өзіңнен үлкен, тәжірибесі мол, қай актриса, актерді айта аласың? Болмысы жағынан, табиғатылы жағынан ұнаған актрисалар болды ма өнер жолында? Актер ағаларыңыз болсын. Кімдер? Осы Құдаша қызда түскенде Гүлжамал Қазақбаева апамыз. Ол кісіні өз әжеме ұқсаттым, ол кісіні өте сондай сабырлы, сондай ақылды, көп жаңағы әдемі әңгімелерді айтты. Не дейді анау, құлағының құрышын қандырып, сөйтіп сол кісіні тыңдай бергім келді. Өйткені біздер бір үйде жаттық қой, актерскийде. Көп әңгімелестік, өнерде қалай, өмірде қалай өзінің советтерін беріп, кеңестерін айтып, сол кісі өте маған ұнады. Енді тағы да кіммен біз түстік? Күләшта түскенде Райхан апамыз актриса болды, ол кісі үлкен. Айтқожанова бізге өзі Темірбек Жүнісар сабақ берді, ол кісі. Ол кісі енді өзіміз сияқты. Хахалтушка, балтушка тоже. Әр сериалға түскенде қандай тәжірибе аласың өзіңе? Бір тәжірибе аласың ба өзіңе? Енді әрине адамдарға қарайсың ғой, актрисаларға, актерларға. Біреуі мысалға өте сұлу болып келеді, біреуі мысалға тексті бір қарайды да сразу жаңа камерадан қорықпай ойнап шығады. Біреуі актер шеберлігімен сөзін айтпай-ақ бір көзін мысалы жұмғанмен ашқаны уже бір ойында. Әр адамнан сондай бір мини-мини бір нелерді максималды түрде жаңағы қасиеттерін қарап, жаңа өзіңе мүмкін ұрлайсың ба, білмеймін, ұғынасың ба, бірақ соны көресің, қалай керемет екен. Мағында сөйту керек, тәжірибе жинайсың, сондай. Енді осы адамның басты кемшілігі ол сен үшін не? Главное, человеческий порог это. Мен ойлаймын, тәкаппарлық шығар. Мен әжемді айтатын, әрқашанда кішіпейіл бол, үлкен жолын кеспе, жаңағы үлкенді үлкендей, кішіні кішідей сыйла, қиянат жасама. Болады ғой қазіргі мысалға. Почему-то мен кішкентай кезімнен мындай бір школьный партадан бастап, мектеп партасынан бастап, бір балалар болады ғой, толық семьядан шықпаған, бір мысалға, қалай айтсам, жағдайы төмен семьялардан сондай нелерді всегда анандай бір лидер жүреді ғой, бір крутой сияқты, қыз ұлдар, солардың арасынан всегда сондай уязвимый балаларды почему-то мен защищать ететін, қорғайтынмын, иә. И вот это во мне до сих пор есть, если я кого-то вижу, мне, я не знаю, может быть, как сейчас опять психолог говорит, это жертва, а ты спасатель, может, мне нравится спасать, мен білмеймін, бірақ мен всегда жаным ашиды сондайларға, всегда оларға бірдеңе айтам, жоқ, сен бүйт, сөйт, мұңайма, давай, бүйт, сөйт деп, сөйтіп всегда айтып отырам. Именно вот почему-то сондай бір төмен. Мен енді оны психологияда шынымен де өзің айтқандай спасатель деп білмеймін. Ол шынымен де сенің адами қасиеттерінің бірі. Сен көріп тұрсың ол адамды ренжітіп тұрғанын. А он не может ответить за себя, понимаешь, жауап бере алмай тұр. Ал егерде өмірі, өзінің жанын, жалпы болмысы жертва болып ойнайтын, сондай мені аяса екен деп, қаражат жағынан болсын, қаржылық жағынан, жеке өміріне байланысты, отбасына байланысты, өмірі сондай бір құрбандықтың рөлінде ойнайтын адамдарды үнемі құтқара берсек, бұл әрине басқа дүние. Оны мен сразу біліп қоям, что әдейі жасап отырған. Әдейі жасап отырған. Бұл жерде мен ойлаймын, ол сенің бір адами қасиетің, сол адамға сенің жаның ашып тұр. Сен әділетсіздікті көріп тұрсың. Біздер деген енді мысалға адам баласы, бәріміз өмірге келеміз, бәріміз бірде келеміз өмірге, шыңғырып бір келеміз, кетер кезде де бәріміз баратын жеріміз бір. Әйтеуір мына жақта біреуге үлкен мазар салса, біреуге жай таяқша бір кішкентай тас қойса да, это отличие не имеет. Поэтому менің ойымша ең басты сол не, тәкаппарлықтан арылу керек, бір-біріне деген жаңағы мейірімді болу керек, бір-бірімен санасу керек, жаңа үлкенді үлкендей, кішіні кішідей сыйлап, адамгершілік қасиетімізді жоғалтпауымыз керек.
деп ойлаймын. Дұрыс. Адамның пікірінен қалай тәуелсіз болуға болады? Вот это вот сұрақ. Өйткені мен деген өте тәуелдімін ғой. Мен білмеймін деп айтады, мен туралы бір нәрсе деп ойлап қалдым ма деп. Мен өте сондай, мен иногда айтам, я не хочу такой быть, ну почему я такая? Сосын анан нумерологияны оқисың ғой тоже, оказывается сандарым сондай екен ғой. Біреу маған былай десе, солай ма? Действительно, может это не так. Вечно какой-то бір неуверенный, сондай не болады да менде. Сенімсіздік болып тұрады. Может я не так сделала, а может надо было так. И потом адамның көңіліне қараймын всегда. Мысалға мен если даже өзім кінәлі болмасам да, өзім бірінші барып, могу спокойно кешірім сұрай аламын. Ой, кешірші жарайды, мен не хочу, чтобы маған біреу ренжіп жүрді, как будто мен туралы сосын басқа біреуге жамандап айтады. Сондайдан қорқам ше. Жоқ, мен прям жақсы болғым келеді ше бәріне. И ешкімнің көңілін қандырғым келмейді. Шаршамайсың ба сондай нәрсеге? Шаршаймын иногда. Сосын не істейсің? Енді қазір қойған шығарсың, жоқ баяғы айкасың ба? Жоқ, мен баяғы айкамын. Енді басқа айка болмайды, вот какая есть. А өтірік оны жасап не керек? Ол сенің жаңа табиғатына жақын болмаса. Хотя мен иногда хочу сказать, допустим, отказать, нет, не могу. Мен даже саған мысалға нет, не могу деп мен айта алмадым, шыны керек. Бірақ мен интервью беруде мен ұялам. Шын. Мен айтқым келмейді лишний раз. Негізі бар ғой, осы сұхбатқа шақырамын ғой. Ой, не деп айтам, қалай болады екен деп уайымдап келетіндер бар. Мен айтам, сен еркін бол, ең бастысы. Бұл жерде жаттан сөз айтып, бір әдебиеттік тілмен, философия етудің қажеті жоқ. Өйткені сұрақтың бәрі қарапайым. Мен оны бір сондай адамның миына келмейтін сұрақтарды қойып жатқан жоқ. Мен өнеріне қатысты. Мына өмірде болып жатқан жалпы сенің азаматтық позицияң қандай деген сияқты. Мен жай ғана адамға. Жоқ, ол түсінікті ғой, просто мен деген. Адам алады, түсінетін адам түсінеді, түсінбесе тағы өзі біледі деген. Просто мысалға егер де мен шынығып, жаңа театрда күнделікті жұмыс жасап жүргенде, өнердің прям қақ ортасында жүрсем, жаңағы общениемде бәрі актер, актрисалар болса, күнде спектакль ойнап, күнде сериалдарға түсетін болғанда, мүмкін мен ұялмайтын едім. Өйткені тілім де жаттығатын еді. Мысалға күнделікті там интервью бергенге де мен дегенімне бір 5 жылда бір интервью берем, 1-2 жылда бір сериалға түсем, күнделікті театрда емеспін, со жағынан мен кішкене қысылам. А бірақ мені көрермен көреді. Солар енді ар жақта отырып, ой, мынау не отыр, вообще не үшін оны шақырды, не оттап отыр, не айтып отыр дегенге сондай сөзге қалғым келмейді. Енді бергеннен кейін достойно жұрттың алдында жақсы, өте көркем, әдемі бір интервью болсын деп ойлайсың ғой, енді любой адам ойлайтын шығар. Мен мойым сол үшін де мен жаңағы осылай саған да міне отказ бере алмайтын себебім жаңа көріп отырсың, өйткені айтып отырмын. Сұрағың қандай болды? Бұл жерде ең сұрағым қазір. Сұрағыңды айтшы. Адамның пікірінен қалай тәуелсіз? Иә, сол вот көрдің ба, мен тәуелдімін адамның пікіріне. Сен жаман ойлап қалады, қойшы, Лаура ренжіп қалады, мен барайыншы деп. Сол үшін мен келдім деп. Жалпы енді жоқ, бірақ қызық болды. Рахмет, мен үшін де қызық. Осы уақытқа дейін сұхбатқа шақырған жүргізушілер, журналистер болды ма жалпы? Болды, енді міне қашан Құдашағызға түскеннен кейін осы күз айында Қазақстан телеарнасына бардық. Таңшолпан бағдарламасына. Ол кезде енді қысқа ғана болды, иә. Және жалғыз емеспін, қасымда тағы да актерлар болды. Поэтому бәріміз кішкене сөйледік та. Сонымен тамам. Ал мұнда целый не жалғыз, хотя мен сені қанша уақыт таныйым, соның өзінде де бір не бар. Білмеймін, оны айта алмаймын екен. Соңғы сұрағым, Айгерім, сен үшін рухани құндылық дегеніміз не? Рухани, духовная ценности дейді ғой? Жаңағы айтып кеттім ғой, бірінші адам болып қалу керек. Адам болып қалу керек. Адамгершілік қасиетті жоғалтпауымыз керекпіз біз. Адам болғанда ғана, мен ойлаймын, заман да, өмір де өзгереді. Адами қасиетін жоғалтпау керек. Жақсы. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі біздің Дара тұлға бағдарламамыз аяқталды. Қонағымыз Айгерім ханымнан біраз сұрақтар қойып, соның жауабын алып, көңілдеріңізден шықты деген ойдамын. Ендеше біздің Дара тұлға бағдарламамыз осымен аяқталды.
Әйгерім эфирінің бағдарламаның өзі де дара тұлға деп аталады ғой. Мен үшін сен дара тұлғасың. Неге десең, өзіңдік пікірің бар. Іштей бәрібірде жүрегіңде бір шынайылығыңды байқаймын. Әділеттілікке көбінде жақын боласың. Бәрібірде адам бір сөйлескен кезде оның жан дүниесіндегі мың жерден сондай бір керемет етіп сөйлеп тұрмын десе де, адамның ішіндегі өзінің табиғи болмысы бәрібір көрініп тұрады. Сол себепті сен мен үшін дара тұлғасың, саған үлкен рахмет. Бұл Назар Медиа орталығының атынан рахмет, көп-көп сыйлық. Өмірің тәтті болсын, балдай болсын. Енді айтар өзіңнің тілегің қандай? Енді Лаура, көп рахмет мені бүгінгі сұхбатқа шақырғаның үшін. Әдемі сұхбат болды деп ойлаймын. Енді ар жақта көрген көрермендер айта жатар, комментарияларын жазар. Бірақ жамандап жазбаңдар, Сол сендерге тек қана творчестволық табыс тілеймін. Болашақта мынау подкасттың ары қарай өсіп дамып, талай ұлағатты, ұлы біздің әртістеріміз осында келіп саған сұхбат айтсын, сондай дәрежеге жетіңдер. Сол бар айтарым. Жақсы, рахмет. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.